сүйек болып табылады. Иә, балалар? Асық 4 түлік мал, яғни мынау ұсақ 4 түлік малда қойдың мұнда 5 асық тұрады, ортада хан асығы тұрады. Мұқаман қараймыз. Бұны қалай ойнаймыз? Қолдың ептілігін, жылдамдығын арттыру үшін біз бірінші бір асықты аламыз. Мынау стрелка бойымен асықтарға тигізіп өтеміз. Бұлай жатқан түрінде оңқы, мынау алшы, тәйкі, бүк және шік. Мына жерде бізде 5 асық тізілген. Осы асықтарды ұру арқылы біз ұпай санын реттеп жинап отырамыз. Асық қалай түседі? Мысалға шік түссе 1 ұпай, бүк түссе 2 ұпай, тәйкі түссе 3 ұпай, алшы түссе 4 ұпай және оңқы түссе 5 ұпай. Қасқалау ойнайтын, өздерін қарап отырсыңдар. Мұнда да 2 баладан ойнайды. Ортамызда асықтар ұйықтырып бізде, қараңдар. Мына жерде 9 асық, осыны ату сызығынан бері қарай мынау қалашықты құлатуымыз керек асықпен. Шертпек ойын, көріп тұрсыңдар, жоғарыда 5 асық, сосын 4 асық, 3 асық, 2 және 1 асық. Әрқайсысы әр түсте тұр. Мұны шерткен сайын қай түске түседі, сонша ұпай жиналады. Мысалға, мынау 2 саусақтың көмегімен жасаймыз. Шерткенде осылай.